Endi biz yıl sayın Astanaga kelip oturamiz. Kelgen sayın bir жаңалық, bir жақсылықты осы әсем қалада көріп отырамыз. Endi расында да Астана қаласы бүкіл қазақ мақтанатын бір қалаға айналып отыр. Өйткені бұл тек қана біз енді көшпелі мәдениеттің қалыптарымыз бар. Қазақ көшпелі мәдениеттің енді irge тасын қалаған, қаншама ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бірден бір халық. Бірақ біз отырықшыл мәдениетті де игерген халықпыз. Екі мәдениет тең игергеніміз. Bunun da aygağı mı Әсем қала. Bugün yer yüzünde, yer betinde, yer şaharında Astana қала сәулетіменен, құрылысыменен әлемде таң қалдырып отыр. Сондықтан біз жер бетінде екі маңызды өркениет, көшпелі мәдениет және отырықшыл мәдениет екі өмірде тең игерген қазақ халқы. Сонымен қатар bunu былайша да айта аламыз. Қазақ халқы eski medeniyette de, жаңа medeniyette de. Batыс medeniyetinde, шығыс medeniyetinde игерген дара халық. Сондықтан қазақ халқының бүгінгі таңда әлем бейбітшілігіне, әлемдер арасындағы диалогтың күшеюіне қосатын үлесі зор. Өйткені әлемдегі жалпы негізгі мәдениеттің бел ортасында және оның атқарушысы. Bunu tayyor жылдар жақын көріп отырмыз. Мысалы үшін ötken жылы Elbası Nursultan Nazarbayev Ресей мен Türkiye arasında келіспестікті шешкен бірден бір мемлекет қайраткері болды. Ал bu yıl көріп отырсыздар Сириядағы келіспестікті, сондағы жанжалды бүгін сондағы жанжалға тарап болған елдер Астанада кеп соған шешуші болып, соған бейбіт жолдарды осы Астанадан іздестіріп отыр. Міне, бұл біздің сөзіміздің айғағы. Және де бүгін әр келген сан таң қаламыз деп отырғанымыз бұл міне Expo 2017-де осы әсем Астана қаласында өтіп отыр. Және де әлем назары бүгін Астанаға Expo 2017 арқылы ауып отыр. Және тағы бір маңызды вақиға осы өткен апталарда болып өтті. Дүние жүзі қазақтардың басы 5-ші мәрте және осы Астана қаласында бас қосты. Бұнда және маңызды шешімдер қабылданды. Енді жер жүзінде қазақтар келешекке тағы үмітпен қарайтын болды. Сондықтан мен биылғы Астана қаламыздың 19-ші құрылыс күнін бүкіл Қазақстан халқы атынан, бүкіл дүние жүзі қазақтар атынан құттықтағым келеді. Және де біз осы сіз сұхбат алып отырған Баккизин де мен үнемі İstanbul'dan қадағалап қарап отырамын. Өйткені бұнда жер жүзінде қазақ халқында не болып жатқаны, Қытайдан Түркияға, Ресейден Өзбекстанға, Ауғанстанға дейін бүкіл жер шарында қазақтың мәдени, ғылыми, бүкіл іс-әрекеттер, қимылдарын осыдан біз көріп біліп отырамыз. Сондықтан мен Баккизи оқырмандарын да Астана қаласының күнімен құттықтаймын. Elimiz мәңгі болсын, Астанамыз мәңгі болсын demek. Bu yıl Expo 2017 халықаралық көрмесінің Астанада өткізілуі Қазақстанның экономик және саяси тұрғыдан ірі жетістігі болып табылады. Соны көргей өзім арнайы келдім. Expo 2017 біз қазақтар үшін өте мақтаныш. Астана қаласы қазақтың жер бетіндегі мақтанышы. Байтерек, Hazreti Sultan Мешіті, соның артында Ақорда салынған түкпір-түкпір үйдер өте келісімді. Осындай ғимараттар қазақтың белгілі жетістігі. Бұл yıl Астана қаласының 19-ші жылы болғанына құттықтаймын. Бүкіл қазақ халқының дендері сау, өмірдері ұзақ, бақыты мол болсын.